Алтын қарбыз. Бірде балалар бүркітке тас лақтырып, оның қанатын сындырып тастайды. Бүркіт Ахмет деген адамның ауласына құлап түседі. Құсты көрген Ахмет оның қанатын емдеп, оған тамақ береді. Құс жазылған соң, Ахмет оны ұшырып жібереді. Сол кезде бүркіт адамның тілімен сөйлеп кетеді. Сөйтсе, ол сиқырлы бүркіт екен. Сен маған мейірімді болдың, сондықтан мен саған бір дән беремін. Осы дәнді ексең, ертең аулаңда қарбыз өсіп шығады, деп бүркіт Ахметке бір дән береді. Ахмет оны отырғызып, келесі күні тұрса, ауласында көп қарбыз өсіп қалыпты. Ол бүкіл ауылды қонаққа шақырып, бүркіттің сиқыры жайында айтып береді. Сонда Қазбек деген кісі былай айтады: «Ақымақ, егер қарбызың сондай көп болса, неге базарға барып сатып жібермедің? Сол кезде ақшаң да көп болушы еді ғой. Ал сен болсаң, адамдармен бөлісіп жүрсің», деп Ахметті мазақтайды. «Қазыбек, сіз де қонақ болыңыз», деп Ахмет оны шақырса, Қазбек бармай қояды. Солай бүкіл ауыл Ахметтің үйіне жиналады. Ахмет бір қарбызды пышақпен кесіп қалса, ішінен көп алтын шығады. Келгендердің бәрі оны бөлісіп, үйлеріне байып қайтады. Бұл жайлы естіген Қазбек ашуланып, сиқырлы бүркітті ұстап алмақ болады. Барлық жерге қақпан құрып қойып, Қазбек бүркітке тас атыпты. Сосын бүркітті алып, оның жарасын емдепті. Кейін оған тамақ беріп, бүркітті ұшырып жіберіпті. Сонда бүркіт Қазбекке де бір дәнді қалдырып кеткен екен. Қазбек қуанып, дәнді егіп қояды. Сол дәннен ертесіне көп қарбыз өсіп шығады. Қазбек қарбызды ешкіммен бөліспей, бәрін үйіне тасып алады. Енді үйіне келіп біреуін кесіп қалса, ішінен көп ара шыға келеді. Ол араның бәрі Қазбекті шағып тастапты. Сонда жасаған жамандығы үшін бүркіт Қазбекке алтын емес, араға толы қарбыздың дәнін берген екен.